Өзара айыптауларды тоқтату керек. Мемлекет басшысы Берлиндегі брифингте Ресей-Украина қақтығысына қатысты осындай ой айтты. Ал Германия мен Қазақстан арасындағы байланыс алда тың серпін алмақ. Сапар аясында маңызды келісімдер бекіді. Асима Нұрбайқызы рет-ретімен. Әбігер көршің, бәрі-бір көршің. Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа бүкіл әлем алаң. Қазақстан мен Германия басшыларының келіссөздерінен кейінгі бірлескен мәлімдеме болса да, журналистер саяси мәселеге қатысты қазақ президентінің ойын білгісі келді. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын берік ұстанады. Ал Ресей мен алыс-беріс барыс келіске ғасырлар куә. Украинадағы қақтығыста Қазақстанның ұстанымы бейбіт, тиімді келіссөз. Действительно, Казахстан и Россия обладает самой протяженной сухопутной границей. Шын мәнінде Қазақстан мен Ресейдің арасын әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара бөліп жатыр. Елдеріміз арасында сауда гуманитарлық байланыстар бойынша дәстүрлі ынтымақтастық орнаған. 2013 жылы екі ел одақтастық қарым-қатынас туралы шартқа қол қойды. Украинадағы қақтығысқа келер болсақ, Қазақстан әскери іс-қимылдардың тез арада тоқтатылуын және Біріккен ұлттар ұйымы жарғысы негізінде бейбіт келіссөз жүргізілуін жақтайды. Мен бүгін құрметті канцлер мырзаға жағдайдың шын мәнінде өте күрделі екенін айттым. Ресейде Украинада келіссөз жүргізуге дайын екенін растайды. Алайда келіссөздің қандай алаңда жүргізілетіні әзірше белгісіз. Сондықтан парасатты, салмақты, салиқалы дипломатияның кезеңі туады деп ойлаймын. Олар бірін-бірі айыптауды доғарып, екі жаққа да тиімді келіссөздің жолын табуы керек. Қазақстан Украина қақтығысын шешудің қандай да бір жолдарын ұсынып жатқан өзге елдер мен мемлекеттер тобының күш-жігерін қолдайды. Біз өз тарапымыздан барлық қажетті шараны қабылдаймыз. Осындай геосаяси жағдайлардың ушығуына байланысты әлем үлкен дағдарысты бастан кешіріп жатыр. Тығырықтан шығудың түрлі жолдарын әркім әрқалай іздеп әлек. Германия қазір мұнай газға тәуелді, сондықтан Қазақстан қара алтын экспортын арттырады. Энергетика саласында неміс тарапымен жаңа келісімдер жасалды. Біздің саламыз бойынша 3 келісімге қол қойылды. Бірінші Ойлер Гермес бұл қаржы тарту бойынша және сақтандыру бойынша. Екіншісі Линде компаниясымен полиэтиленнен басқа да газ химиялық кешендер дамыту. Үшіншісі бұл Siemens AG компаниясымен біздің мұнай газ кен орындарды цифрландыру бойынша сол компаниямен біз қол қойдық. Жаңа сауда жолдары Еуропа елдері үшін ауадай қажет, ал Қазақстан шығыс пен батысты жалғайтын алтын көпір. Осы мүмкіндікті мейлінше пайдаланатын сәт, оның үстіне Транскаспий бағдарының әлеуеті зор. Жаңа салаларды талқылап жатырмыз, әсіресе оның ішінде логистика саласы, КТЖ компаниясы, жаңа айтып жатырмын, HHLA компаниясы менен бірге жаңағы жобаларды қарастырмақ, порт саласын дамытуда және сонымен қатар Deutsche Bahn, яғни неміс темір жолдарымен де бірігіп жоспарларға қарамақ. Мұның барлығы біз енді көп айтып жүрген орта дәлізді дамыту туралы. Шикізатта шектеулі тиімді пайдаланса ғана береке береді. Қасым-Жомарт Тоқаев Берлин билігіне шикізатты бірлесе игеру жобаларын іске асыру үшін консорциум құруды ұсынды. Өйткені бізге Германияның озық технологиясы қажет. Германия Қазақстанның Еуропа одағындағы стратегиялық серіктесі, сауда экономикалық байланыстар тұрғысынан алып қарасақ, ең маңызды ел. Сондықтан екі елдің ынтымақтастығын нығайтуға баса мән береміз. Ынтымақтастық әр салада артады. Атақты Мерседес маркалы автокөліктерге қажетті кейбір бөлшектер болашақта біздің елде шығарылуы мүмкін. Президент Берлин Global Dialogue форумында экономиканы әртараптандыру саясатын түсіндірді. Last year, Kazakhstan's exports increased by almost 40%. Былтыр Қазақстан экспорты 40%-ға жуық өсті. Біздің жалпы ішкі өнімнің едәуір бөлігі әлі де энергетика секторына тиесілі болғанымен экономиканы әртараптандыруға күш саламыз. Автомобиль құрастыру, фармацевтика, металл өңдеу және машина жасау салаларындағы өсімді қамтамасыз ете отырып, Қазақстан бизнес жасауға ерекше қолайлы орта қалыптастыру арқылы шетелден кең көлемде инвестиция тартуды жалғастырып отыр. Осылайша орта дәліздің игілігін ортақ көру үшін жаңа бағыттар айқындалды. Сауда, инвестиция, келісім жүзеге асса жаңа мүмкіндіктер мен толайым табыстарға жол ашылғалы тұр. Өйткені жаңа бағыт транзиттік тасымалдау уақытын еселеп қысқартпақ. Асима Нұрбайқызы, Дәулетбек Абдрахманов, Қуаныш Ғалымұлы, Президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы, Берлин.